Фильм Ирак соғысының алдыңғы шебінен түсірілген шикі, дірілдеген жаңалықтар репортажымен басталды. Кадрларда жараланған американдық сарбаз, сержант Вирджил Шрюді роккелік содырлардың ұстап алып, сүйреп әкетіп бара жатқаны көрсетілді. Кенет 19 жастағы армия маманы Билли Лин батылдықпен жасырынған жерінен шығып, өзінің жоғары шенді офицерін құтқару үшін қатты оқ астында жүгіріп өтті. Ол батылдықпен күрескенімен Шрю шайқаста қаза тапты. Бұл батырлық пен трагедиялық оқиға журналисттің камерасына кездейсоқ түсіп қалып, Билли мен оның Браво отряды бірден ұлттық батыр мәртебесіне ие болды. Елде Билли ерлігі үшін күміс жұлдыз медалімен марапатталды, ал бүкіл отряд шайқас алаңынан шығарылып, алғыс білдірген ұлттың құрметіне ие болу үшін ақш бойынша 2 апталық жеңіс турына жіберілді. Бірнеше қалада өткен қарбалас сапардан кейін Билли мен оның отряды соңғы аялдама ретінде Далласқа, Техас штатына, алғыс айту күніне сәйкес келетін уақытта жетті. Олар Dallas Cowboys футбол командасының иесінің ерекше қонақтары ретінде шақырылып, үлкен ойынды тамашалап, жартылай уақыттағы үлкен шоу барысында құрметке ие болды. Альберт Браун атты сырлы кино продюсері олармен бірге саяхаттап, сарбаздардың өмірлік құқықтарын сатуға көндіруге тырысты. Ол әр сарбазға олардың травматикалық шайқас тарихын Голливуд блокбастеріне айналдыру үшін $100,000 әлеуетті төлем уәде етті. Олардың жаңа шындығының сюрреалды сипаты, созылмалы лимузин сарбаздар мен олардың отряд жетекшісі сержант Дэвид Даймды стадионға алып келу үшін келгенде айқындалды. Dallas Cowboys'тың менеджері Джоштың жетекшілігімен, 2 күн бұрын ғана отряд сержант Шрюдің жерлеу рәсімінде үнсіз тұрып, қаза тапқан жетекшісіне соңғы құрметін білдірген еді. Бұл салтанатты оқиғаның естелігі олардың үлкен, шулы футбол стадионына келген кездегі кереғарлықты күшейтті. Олар шулы топтар арқылы бағытталғанда мерекенің сенсорлық шамадан тыс жүктемесі, қатты музыка, жанкүйерлердің айғайы және жалпы хаос, Биллиді басып ала бастады. Бұл тәжірибе оның посттравматикалық стрессті бұзылысын, бітісір, қоздырып, оның стадион дәлізінің Ирак базарына айналғанын көргендей болған қатты галлюцинация тудырды. Осы аласапыран көріністе ол сержант Шрюдің елесін бірнеше фут қашықтықта тұрғандай көріп, өзі жасыруға тырысқан травманы еске түсірді. Ол үйіне соңғы рет барғанда әпкесі Кэтрин оған беті мен денесіндегі кең жараларды көрсетті. Бұл жаралар аурудан емес, ауыр автокөлік апатынан болған. Ол қымбат реконструктивті операцияларды қажет етті. Одан да жаманы, оның күйеу жігіті апаттан кейін оны тастап кеткен, отбасына үлкен медициналық қарыздар қалдырған. Биллидің армияға бару шешімі патриоттық борыш сезімінен емес, әпкесінің күтіміне ақша табу үшін жасалған үмітсіз, сүйіспеншілікке толы әрекет екені белгілі болды. Бұл оның жаңадан табылған американдық батыр мәртебесіне трагедиялық ирония қосты. Тағы бір флешбек Биллидің армияға қосылуының шын себебін ашты. Оның әпкесі Кэтриннің ауыр автокөлік апатына ұшырап, көптеген операциялар қажет болғанын және оның денесінде айтарлықтай тыртықтар қалғанын көрсетті. Одан да жаманы, оның күйеу жігіті жағдайды көтере алмай, Кэтрин ауруханада жатқанда оны тастап кеткен. Ашуланған және әпкесін қорғауға тырысқан Билли күйеу жігіттің қымбат спорттық көлігін балғамен талқандап, оны толығымен жойып жіберген. Бұл әрекет оны сотқа жеткізді, онда ол ауыр түрме жазасына кезікті. Сот ашулы, бірақ ақымақ эмоционалды қателік жасаған жас жігітті көріп, оған шығу жолын ұсынды, әскерге бару. Билли бұл мәмілені қабылдады, бұл оны түрмеден құтқарып қана қоймай, әпкесінің қымбат медициналық шығындарын төлеуге көмектесудің жолы ретінде көрді. Оның проблемалы өткені оның басшылары, сержант Шрю мен Даймға бастапқыда белгілі болды. Стадионда салтанатты түрде жүріп өтті. Оларды Джош, қоғаммен байланыс менеджері, Dallas Cowboys командасының харизматикалық иесі Норм Оглспимен кездесуге бастап апарды. Ол олардың оқиғасы туралы фильмге инвестиция салуды ойластырып жүрген адам еді. Билли онымен қол алысып, фильм мәмілесінен түсетін $100,000 әлеуетті төлем оның отбасының қаржылық мәселелеріне жауап болады деп үнсіз үміттенді. Кейін оларды баспасөз бөлмесіне алып барып, журналистер тобымен баспасөз конференциясына қатыстырды. Олар шайқас туралы сұрақтармен бомбаланды, ал Биллидің батыл әрекеттері үшін мадақтаулардың көбі оған бағытталды. Ол ыңғайсызданып жауап беріп, өзінің істегені мақтанатын нәрсе емес, бұл жай ғана сержантын құтқаруға тырысқан сарбаздың міндеті екенін түсіндірді.
Ойын басталар алдындағы үзілісте Биллидің ойы Ирактағы тағы бір естелікке ауысты. Ол, сержант Шрюмен болған тыныш философиялық әңгімені еске алды. Ол индуизмді зерттеу арқылы ішкі тыныштық тапқан еді. Шрю Биллиге карма ұғымын түсіндіріп, өз өмірінің жағдайларын қабылдаудың және өзіне адал болудың жолын табуға кеңес берген. Бұл дана, қаза тапқан тәлімгерінің естелігі, қазіргі уақыттағы жаңа, үмітті байланыспен қарама қайшылықта болды. Билли Даллас Cowboys чирлидері Фейзон есімді әдемі қызбен танысты. Олар қысқа, жеңіл флирт әңгіме құрды. Бұл шайқас алаңынан да, жеңіс турының сюрреалды көрінісінен де алыс болған қарапайым адамдық байланыстың кішкентай сәті еді. Кейін Оглсби Билли мен отрядты алғыс айту күніне арналған сәнді кешкі асқа алып барды. Онда олар футболшылармен әңгімелесіп, автографтар таратты. Ойын басталар алдында ұлттық әнұран стадионда гүрсілдеп ойнағанда Билли қолын жүрегіне қойып, патриоттық сезімнің күшті толқынына беріліп, көзге көрінерлік толқыды. Бірақ бұл патриотизм оның отбасына деген сезімдерімен күрделенді. Тағы бір флешбекте ол үйге қысқа сапарында Кэтринмен болған шиеленісті және эмоционалды әңгімені еске алды. Одан айырылып қалуға қорқып, Кэтрин оны Иракқа қайта оралмауға жалынды. Оның жоспары бар еді. Ол ағасын шайқас алаңының тозағынан сақтайды деп сенді. Ол адамның құқықтарын жояды деп есептеді. Ол Биллиді психотерапевтке апарғысы келді. ПТСР диагнозы оны армиядан құрметті түрде босатуға жеткілікті болады деп үміттенді. Бірақ Билли бас тартты. Ол күйзелген әпкесіне Браво отрядындағы бауырларын тастай алмайтынын түсіндірді. Ол оларға міндеттеме алған, және бірге қызмет ететін жолдастарына деген борыш пен жауапкершілік сезімі оны үйде қалып, онымен бірге болғысы келсе де, бұзуға дайын емес байланыс еді. Қазіргі уақытта футбол ойынның бірінші жартысын тамашалап отырғанда Биллидің телефоны шырылдады. Бұл Кэтрин ұйымдастырған психотерапевт еді. Ол Биллиді әскерден медициналық босатуға көндіру үшін соңғы әрекет жасады. Бұл қоңырау Биллидің ішкі қақтығысын күшейтті. Оған сержант Даймен болған соңғы әңгімесін еске түсірді. Дайм оған өзі көрген ең үздік сарбаздардың бірі екенін, және сержант Шрюдің одан қатты әсерленгенін айтқан. Оның әскери отбасынан алған бұл мақтау оның оларды тастап кету туралы ойлануын одан сайын қиындатты. Сонымен қатар, олардың оқиғасынан түсетін әлеуетті қаржылық табыс күмәнді болып көрінді. Продюсер Альберт Браун олардың отырған жеріне келіп, фильм жобасын қаржыландыруға дайын студияны әлі таппағанын мойындады, яғни уәде етілген $100,000 чектер әлі де сенімді емес еді. Сол сәтте Билли Фейзонмен басталған байланысын айтты, бірақ Дайм оны тез тоқтатып, әйелдер туралы ойлауды доғарып, алдағы Иракқа оралу міндетіне назар аудару керектігін айтты. Көп ұзамай менеджері Джош отрядты жинауға келді. Енді басты оқиға, олардың жұлдызды жартылай уақыт шоуындағы өнері басталатын уақыт болды. Олар әлемге әйгілі Destiny's Child поп тобымен бірге сахнада тұруға дайындалды. Бірақ туннелде күтіп тұрғанда қатты, хаотикалық орта Биллидің ойын шайқалтып, тағы бір Ирактағы миссияға ауысты. Браво отряды содырлар мектепте қоршаған сарбаздарды құтқару операциясының қысқа, бірақ жанды флешбегі еске түсті. Стадиондағы отшашулардың гүрілімен шоуды бастаған қатты музыка отрядтағы бір жолдасының ПТСР-ін бірден қоздырды, өйткені жарылыс дыбыстары оған тым ауыр тиді. Браво отрядының басқа мүшелері оны тез тыныштандыруға мәжбүр болды. Осы кезде оларды жарқыраған сахнаға итеріп шығарды, ал поп музыка қатты ойнап жатты. Билли сахнаның ортасына жетекшілікпен шығарылды. Онда ондаған бишілер, тығыз хореографиялық билер билеп жатты. Шамадан тыс сенсорлық тәжірибе, жарқыраған шамдар, айғайлаған топ, гүрсілдеген музыка оны толық диссоциацияға ұшыратты. Оны батыр еткен шайқастың толық, жанды флешбегіне батырды. Ол Иракта, отряды шатырларда жасырынған бүлікшілермен қатыгез шайқаста болған сәтке оралды. Ол, сержант Шрюдің атылып, ашық жерде қалып қойған сәтін қайта бастан кешті. Өзінің сержантына жету үшін дұшпан оты арқылы жүгіру туралы импульсивті, батырлық шешімді еске алды. Естелік жан түршігерлік және қорқынышты болды. Шрюдің өлімші жарасын емдеуге тырысқан үмітсіз күрес, ирактық содырдың кенет пайда болуы, қатыгез қолма-қол ұрыс, және сержантының оның қолында қайтыс болған соңғы трагедиялық сәті. Билли тек музыка тоқтағанда ғана шындыққа оралды. Шоудың бүкіл жартылай уақыты оның есінде қалмай өтіп кеткенін кенет түсінді. Травматикалық тәжірибеден абыржыған және шиеленіскен Билли мен Браво отрядының қалған мүшелері экипажмен сахнадан шығарылды.
Олардың шикі жүйкелерімен шайқаста шыңдалған инстинкттері азаматтық әлеммен қатты қақтығысты, өйткені сахна қызметкерлерінің тобы оларды жолдан шығару үшін агрессивті түрде итеріп бастады. Сарбаздар қауіпті сезіп, инстинктпен әрекет етіп, толыққанды төбелес басталды. Төбелес тек Фейзон мен басқа чирлидерлердің сабырлы араласуымен тоқтатылды. Олардың тыныштығы шиеленісті және жағымсыз жағдайды бәсеңдетуге жеткілікті болды. Бұл тағы да сарбаздардың шындығы мен олардан күтілген көрініс арасындағы үлкен алшақтықты көрсетті. Футбол ойынның екінші жартысы басталғанда Билли мен Браво отряды орындарына оралды. Күннің сюрреалды көрінісі олардың айналасында жалғаса берді. Олардың қысқа тынығуы команда иесі Норм Огуспидің соңғы кездесуге шақыруымен үзілді. Продюсер Альберт Браунмен бірге олар жеке люкс бөлмесіне жетекшілікпен апарылды. Онда жағдайдың шындығы оларға қатты соққы болды. Әр сарбазға уәде етілген $100,000 үлкен төлем енді мүлдем мүмкін емес еді. Оның орнына Огуспи оларға өмірлерінің травматикалық оқиғасының құқықтары үшін әрқайсысына небәрі $5,500 ұсынды. Сержант Дайн мен Билли бұл қорлаушы ұсыныстан бас тартқанда, Огуспи олардың оқиғасы шынымен оларға емес, американдық халыққа тиесілі екенін және оның ұсынысы әділден де артық екенін айтып, өзін-өзі жарнамалайтын патриоттық сөз сөйледі. Олардың тәжірибесін өз пайдасы үшін пайдалануға деген ашық әрекет соңғы тамшы болды. Жеркенішпен Билли мен Дайн мәміледен ресми түрде бас тартып, шығып кетті, өйткені олардың құрбандығын құрметтейміз деп мәлімдегендер тек одан пайда табуға мүдделі екенін түсінді. Кейін Билли стадионнан кетуге дайындалып жатқанда, продюсер Альберт оны дәретханада қуып жетті. Ол Биллиге оның дұрыс шешім қабылдағанын, және олардың оқиғасы Огуспи ұсынғаннан әлдеқайда құнды екенін тыныш айтты. Билли стадионнан бір жола кетуге дайындалғанда, чирлидер Фейзон оны соңғы рет қоштасу үшін тауып алды. Олар тыныш, жүректі толқытатын сәтті бөлісті. Онда екеуі де араларындағы химияны мойындады, бірақ Биллидің жағдайының қатал шындығын да түсінді. Ол сарбаз еді және соғысқа қайта оралуы керек еді. Олар бір күні қайта кездесеміз деген үмітпен қоштасты. Бұл Билли артта қалдырып бара жатқан қалыпты өмірдің кішкентай, қайғылы көрінісі болды. Билли мен отрядтың стадионнан шығу жолы соңғы қақтығыспен бөгелді, өйткені сол агрессивті. Жартылай уақыттағы сахна қызметкерлері отрядпен тағы да төбелес бастады. Төбелес оларды қолдауға тағайындалған әскери полиция офицерінің тез арада араласуымен тоқтатылды. Оларды алып кететін лимузинге отырар алдында Биллидің әпкесі Кэтрин пайда болды. Ол ағасын үйде қалуға соңғы рет үмітсіз өтінішпен бүкіл жолды жүріп келген еді. Билли оны тыңдады, бірақ шешімі қабылданған болатын. Ол Браво отрядындағы бауырларын тастай алмайды. Ауыр жүрекпен ол әпкесіне соңғы ұзақ құшақтасып, қайғылы қоштасу айтты. Содан кейін міндетіне оралу үшін көлікке отырды. Кэтрин стадионның шулы көрінісінен кетіп бара жатқанда, Билли ақыры өз ойларымен жалғыз қалды. Ол көздерін жұмып, соңғы бір көріністі көрді. Оның көз алдында Humvee көлігі пайда болды, және ол соған отырды. Оның жанында марқұм сержант Шрю отырды, әдеттегідей сабырлы және философиялық. Оның дана, мейірімді тәлімгері оған соңғы жігерлендіретін сөздер айтты. Тыныштықпен қабылдау көрінісі оны жаулап алды. Биллидің ұзақ, оғаш және абыржытатын жартылай уақыттағы сапары ақыра аяқталды. Ол өз таңдауын жасады және сонымен бейбітшілік тапты. Алда не болса да соған дайын еді.